Қайырлы түн, баршаңызға қайырлы түн дейміз. Бүгін біз тікелей эфирімізді бастаймыз. Жаңа лайв сұхбат бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Және де бүгін біздің кезекті қонағымыз Әйгерім. Әйгерім ханым, қазір мен ол кісіні тікелей эфирге шақыратын боламын. Алдымен сіздерді бүгінгі 1 желтоқсан мереке күндеріңізбен шын жүректен құттықтағым келеді. Жанұяларыңызға денсаулық, амандық тілеймін, берекелі болсын. Енді алдағы жыл, күтіп тұрған жыл бізде тамаша жылдардың бірі болсын деп тілеймін. Себебі енді бұл жылы бізге өте бір сондай сынақ жыл болды, алдыңғы жыл бізге бір сый жыл болсын, сыйымыз көп болсын, сәтті күндеріміз, тамаша күндеріміз көп болғай. Сондықтан тек қана жақсылық тілей отыра, қазір мен тікелей эфирге Әйгерім деген ханым эфирге қазір қосылады бізге. Баршаларыңызға қош келдіңіздер деймін. Тікелей эфирімізді бастайық. Бізде бүгін тамаша келін, сұлу Әйгерім ханым, қош келдіңіз біздің тікелей эфирге. Тамаша, мерекеңіз құтты болсын. Бүгінгі 1 желтоқсан мереке күні кездесуді бұйырыпты. Мен өзіңізді құттықтаймын. Осы жердегі барша оқырмандарды құттықтаймын. Бүгінгі президент күнімізбен, елбасы күнімен тек қана еліміз тыныш, аман есен болайық. Мына індетіміз аман есен біздің елімізден жоғалса екен деп тілеймін. Сол басымыз аман, еліміз тыныш болсын. Өте тамаша. Енді өзіңіз жайлы қысқаша айтып кетсеңіз, кішкентайыңызда қандай болдыңыз, қай жылы тудыңыз, қай өңірдің қызысыз, қайда тұрмысқа шықтыңыз дегендей? Мен негізі Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас ауылының қызымын. Сол жақта дүниеге келгенмін 1992 жылы 25 ақпанда. Елім Сты Ұлы жүздің қызымын. Қазір тұрмысқа шыққаныма, мына Алла қаласа 3 жыл болады. 3 жыл болды. 2017 жылы тұрмысқа шықтым. 3 жыл болды. Және де үйдің жалғыз қызымын. 2 ағам бар. Өте ерке. Және де сенесіздер ма, сенбейсіздер ма, 5-6 жасыма дейін әке-шешемнің атын атап келген қызбын. Папа, мама деп айтпай, ол кісілерге Жасұлан. Ата әженің қызы болған. Получается, мен туылғаннан кейін 1-2 жасымнан бастап сен атаның қызысың деген, и мені жалғыз мені өзімді атамның атына жазған, Қуанышбекова деп. Басқа ол кісінің атынан адам жоқ. Бары прадедушкамыздың, получается, біздің атамыздың әкесінің атынан жазылған Қалиевтар болып. Мен жалғыз Қуанышбекова болдым. Как-то бүкіл әулетте мене зеленый, жап-жасыл тек қана түс жанатын маған, ешкім жоқ деген сөз айтпайтын. И мен атамның қызымын болғаннан кейін, мен әке-шешемнің атын Жасұлан Бекбала деп сөйтіп өстім. Уже 6 жасқа толып, уже мектепке баратын кезде мені даже айттым үйдегілерге, мен атамның қолында оқимын, солар мені мектепке алып келеді. Сендер мені мектепке апармайсыңдар, сендер себебі ұрасыңдар деген сондай черный мысли. Сондай болды. Сонымен уже атам мен әжем өздері де уже кәрілік басты, ол кісілер сонымен әке-шешемнің қолына әкеп берді. Содан бастап уже әке, мама деп атап үйрендік кішкене болса да. Енді қазір уже атам да жоқ, марқұм әжем де жоқ, жатқан жерлер жайлы болсын. Бірақ әкені енді уже әке деп сол кісі самый главный болып қалды маған енді. Бұрын вообще Жасұлан деп сөйтіп отыратынмын ғой. Сондай әкеңізбен сырласасыз ба? Олай жақын бола аласыз ба? Енді бастапқыда менің атам мен әжем өмірден өткенше, мен ол кісілерге как-то бір граница қойылып тұрды да. Уже ол кісілер өмірден өтіп, уже мен қасында ешкім жоқтығын сезінгеннен кейін барып, уже мені әке уже доча деп еркелетіп, кішкене өзім бауырына басқаннан кейін мен уже ол кісілерді сездім. Оғанға дейін мен атам мен әжем көз тірісі кезінде менде ограничение болды ол кісілерге. Білмеймін қалай екен, әйтеуір менде сондай болды. Даже мен ағамен 2 ағам бар, сол кісілердің фамилиялары Қалиев болған. Ол кісілер хотели әкем өзінің атына салуға. Сонымен оларды уговорить етіп, өзінің атына салды әкем. Ал менің атым, фамилиямды тоже тегімді өзінің атына салғысы келді. Енді жалғыз қызымсың ғой, енді хотя бы тұрмысқа шыққаннан кейін ауысып кететін шығарсың, пока енді мен атымда бол деп. Сонымен деген мен болмаймын деп 2 күн тамақ ішпей,
менде кәдімгідей депрессия қазіргі тілмен айтқан кезде әке деген айтқан ғой, мен болды, мен сенің фамилияңды ауыстырып тастаймын, болды, сен қалдың, менен жасұлан болып қаласың деп. Сонымен осыдан мен қағазымды алып кел, мен жыртып өртеп тастаймын, мен сенің қызың болмаймын, мен атамның үйіне апарып тастайын десе де. Ол кезде жасың қаншада? Ол кезде мен где-то 10-12 жастамын. Аха, уже характер бар кез, уже түсінесің, оңды солды білесің, кейін де сондай болды ғой, иә. Одан кейін кішкене мынау переходной возрастқа да жақын уақыт өзі, қиын уақыт балаға деген өте ауыр тиеді, әрине. Қиын болған. Я, негізі бар ғой, енді қазір мен содан түйгенім, лучше атасы мен апасының баласы деп, бірақ қаншалықты это қиын бар ғой, балаға қиын болады. Потому что мен өзім содан өткеннен кейін мысалға айтамын. Қазір мен даже посттарда иногда опрос жасап тастаймын, что бала өзінің әке-шешесін әке, мама деп сезінсін. И солардың несінде тәрбиесінде, солардың еншісінде болсын деймін да. Тек қана кім баласын, атам баласын деген әйтеуір сөз болса болды. Қалған жағын бәрі әке-шешесіне қалдыру керек деп. Мен мысалы соны қазір поддерживаю. Потому что мен өзім басымнан өтті, мен қиын екенін білемін. Ертең күні уже ата апасы енді өмірден өткенде ол балаға қатты әсер етеді. Әрине. Енді мынау келін болып түскелі бері, мысалға сенде қазір енді енең бар шығар? Иә. Аха, вот келін болған кезде енді бізде бар ғой, келін ененің топырағынан деген бар, иә? Келін ененің топырағынан деген. Сонда енеңе тартасың ба сен, бір жағың болсын, бір жағың бір байқап, өзің мына жағы тура менікіндей, иә, мен енеме ұқсайды екенмін деген сияқты ойлар болып тұра ма арасында? Менде мысалы қазір менің отбасымда менің жолдасым бір ұл, 3 қыз бұл кісілер. Бір ұл, 3 қыз болғандықтан білмеймін, мен қаншалықты осы келген кісілер де, маманың өзі де мысалы маған айтып отырады, сен негізі папаңа тартқансың деп. Анда мен көпшіл, 2 зат болса, 1 затты міндетті түрде біреуге беру, сондай мақсатта менде. Жалғыз менде қанқабат, ода болсын деп. Я. И сондықтан мен енді енем, мамам, ол кісі айтып отырады, сен негізі папаңа тартқансың, папаң сияқты бәрін таратып отырасың, үйде лишний тұруға болмайды сендерге деп. Мысалға мені ол кісі сол папамызға ұқсатады. Получается, менің қайнатама ұқсатады, енеме емес. Аха. Енеңнің топырағынан емес, атаңның топырағынан болып тұрсың ғой. Иә. Жолдасыңмен қалай таныстың, сол жағымен бөлісе кетсең? Мен негізі Алматыда жұмыс істейтінмін. Алматыда Әуезов ауданында 117-ші мектепте жұмыс жасағам, мұғалімдік қызмет атқарғам. 2012 жылы бітірдім колледжді, содан 2017-ге дейін сол жерде жұмыс жасадым. Сол жерде бірге жұмыс жасайтын өзімнің және де напарницам, сол кісі таныстырды бізді. Ол кісінің жолдасының, получается, класстасы, получается, сыныптасы. Соны бізді таныстырды телефонмен, солай біраз уақытқа дейін телефонмен сөйлесіп жүрдік. Сосын кейін бұл кісі Алматыға келді. Мен қазір Шелек деген жерге тұрмысқа шықтым. Алматы облысы тоже. Сол жерге тұрмысқа шықтым. Ол кісі осы жақта жұмыс жасайтын сол Шелекте. Сонымен Алматыға келді, кездестік бір рет. Содан кейін телефонмен сөйлесіп жүрдік. Получается, біз өмірде бір 3-4 рет кездестік қой. 3 ай сөйлесіп, 3-4 рет. Бір-біріңді ұнатып сүйдіңдер ма сонда? Да, получается, почувствовали бір какой-то сигнал сияқты болып. Потому что біз тек видеозвонок немен сөйлеспедік, тек қана былай телефонмен сөйлесіп жүрдік. Сосын где-то бір 15-20 күннен кейін біз кездестік. Кездескенде уже как будто бір екеуміз бір-бірімізді бір жыл танитын адам сияқты открыто әңгіме айтып, сөйлесіп, сөйтіп кеттік. Сонымен одан кейін тағы да бір жолдастарымызбен барлығымыз кездестік. Екінші кездесу болды. Сол кезде мен сіңіліммен таныстырдым. Сіңілім айтады, ой, как будто сен оны бір на всю палец білетін сияқтысың деп ше. Не скажешь, что сен всего лишь бір ай сөйлестің деп айта алмайсың оны деп. Сонымен бір жарым ай сөйлескеннен кейін біз уже решили бітті, үйленеміз деп. Ол кісі прямо особый күшті қылып маған предложение де жасамады. Білмеймін, әйтеуір бір
как будто екеуміз бұрыннан танып келатқан адамдар сияқты болып кеттік қой. Міне біздің балапан. Сонымен сондай болып танысып кеттік, и уже үшінші рет кездескен кезде мен ол кісілердің аға жеңгесімен танысуға бардым. Төртінші рет біз уже әке шешемізді неттік. Таныстыруға уже кездестік, иә. Вот солай. 3 ай ғана сөйлестік. Осы бір баламыз бар. Алла қаласа келесі айда уже 2 жасқа толады. Жақсы екен. Енді қазір өзіңді қатал анамын деп айта аласың ба? Болады. Себебі бұл кісіні атасы да, апасы да қатты еркелетеді. Әкесі айтқанына қойып береді, сондықтан мен кішкене қаталмын бұл кісіге. Енді где-то еркелететін кезде еркелетем, қаталдық танытатын кезде қаталдық боламын. Себебі бәріміз бірдей бұл кісіге қойып берсек, бұл тағдыры не болады, ертең қандай болады деген мазалайды. Әрине. Тем более өзіңде педагогикалық салада жұмыс деген соң тәртіп деген бар дейсің ғой. Дисциплина строго. Дисциплина бар. Ал енді осы блогерлықты қалай бастадың? Не түрткі болды? Мотивацияны қайдан алдың дегендей? Мен негізі жалпыда менің парақшам осы уақытқа дейін қандай атқа ие болмады. Сатумен де айналсам деп, сату парақшасына да жаңағыдай магазинный парақшаға да қойдым. Одан кейін фуд-букет жасадым. Яғни конфеттерден, нелерден букеттер жасап, оларды да сатып көрдім. Одан кейін барып нумерологты оқып, нумерологтың саласында кішкене жүріп көрдім. Сонымен осылай келе, постепенно келе, сонымен бір таныс қызым айтты: неге сен келіндерский блог жүргізбеспе саған? Ақыр сен ата-енемен тұрасың, үйдің барлық шаруасын саласың сторисқа кешке дейін. Лучше сен келіндерский жаңағы келін блогын жүргіз, саған жарасымды сол деп. Сонымен мен где-то бір аптадай ойландым, ойландым, бер ойландым, видеолер. Постоянно оған пост салу керек, нелер шығару, контент планы құру керек деп. Сонымен ойлана келе, 10 күннің аумағында сонымен келін парақшасын жүргізуге бет бұрдым солай. Себебі мен мысалға үйде маған прям қатаң түрде бір тәртіп қойған емес. Сен орамал тағуың керек, сен халат киюің керек, сен таңнан алттан тұрып сәлем салуың керек деп ондай маған қатал түрде тәртіп қоймады. Сондықтан мен неге осыны бөліспеске? Қандай ортада болсан да, отырсан да, мысалға келін міндетті түрде ененің комплекстерін, ененің тарапынан жамандықтарын айтады мысалға. Мүмкін, может, енелер де қосылса сондай тақырып қозғалатын шығар деп мысалға. Ондай ене емес, жақсы ене де, жақсы ата да бар екенін мен мысалға бір сөзбен айтқанда осы парақшам арқылы көрсеткім келді. Барлығы, мысалы, адамдардың өзіне байланысты. Сен қандай отношение боласың, сен қандай ол кісіге көз қараспен қарайсың, сол арқылы, мысалы, екі тарапты да жақсы қылып ұстап отыруына болатындығын дәлелдегім келді. Тамаша. Дәлелдеп те жатырсың, иә? Енді оқырмандарыңнан сұрақтар көп келіп түсетін шығар директке. Маған директке көбінесе келетін ең бірінші сұрақтың бірі: неге сен орамал тақпайсың дейді да. Мен келін болып түскен кезде енді тойға дейін 1 ай, 1,5 ай, даже сондай ғана аз уақытта мен орамал тақтым, мен шыдадым. Мен де кезінде черепной давление болған басымда, кішкентай кезімде. Сондықтан мен андай орамал, даже қыстың қақаған суығында да мен шапкасыз жүргем осы уақытқа дейін. Себебі мен басым қысылып, ондай нагрузка болады да басыма, бір сөзбен айтқанда. Сондықтан мен үйдегілерге айттым мамаға: мама, мен үлкендер келген кезде тағайын, мен басқа кезде кешке дейін тағып жүре алмаймын, себебі менде черепной давление болған деп сөйтіп түсіндіріп сөйлесіп, енді қалай үйімізге үлкен кісілер, әпкелеріміз, жаңағы папаларымыздың нелері, апалары келеді, сразу мен басыма орамал тағып уже
дайын тұрамын халатымды киіп, ал басқа кезде мен орамалсыз жүремін. Соны көбінесе маған комментарий ретінде де дайректке де сондай сообщение келеді да, сен деген анандай келінсің, мынандай келінсің, орамалсыз жүресің. Мен айтамын да, мәселенің бәрін орамал шешпейді ғой, орамалсыз да жақсы келін атануға болады дейді, орамалсыз да инабатты келін атануға болады деп. Ата енең жас па? Папаға барып алып келші. Сол сондай. Сонымен мен Ата енең жас па, Әйгерім? Естілмей тұр ма? жоқ, папамыз, ол кісі қазір пенсияда, возрастағы кісі. Мамамыз әлі пенсияға шықпаған кісі. Ол кісі енді средний возрастта, қатты үлкен емес те, жас емес те. Енді осы уақытқа дейін сен де парақшаңда енді өзің жүргізіп жатырсың. Мынау блогер келіншектерден өзіңе батыл келіп түсті ма? Ұсыныстар, батыл жасайды деген. Қандай батылдар? Бір қиын батыл болмаса, бір өзің жасай алмайын, құдай мынаны қалай жасаймын деген сияқты қиындықтар болды ма? Енді мен уже 3 адаммен батылға түстім. Соның ішінен ең менің немді, фобиямды жеңген, ол маған тапсырма берді, сиыр сауыңыз деп. Ал мен сиырдан қорқам, осы жасыма дейін сиыр сауып көрмегем. Хоть ауылда тұрсамыз да, бізде сиыр жоқ, сиыр саумаған. Сонымен енді намыс үшін қайте мен тырысам деп, сонымен орамалымды тағып, халатымды киіп, көрші апамыздың үйіне барып, дірілдеп, әрең дегенде сиырды сауып, 10 минуттай сиырды сауып, сөйтіп фобиямды жеңгенмін. Ой, тамаша. Ал өзің қандай да қиын тапсырмалар беріп көрдің ба? Прям вот жасауға бола алмайтын көп қой қазір батылдар. Иә, мен енді ондай прям қатты батыл тапсырма бердім деп айта алмаймын. Средний тапсырмалар берген, бірақ мен бір Лаурита деген бір қызбен последний раз батылға түскен кезде, ол кісіге айтқам, көшеге шығасыз да, көшеден өтіп баратқан адам кісілермен, мысалы, настроениесі жоқ, бәрі кешкі уақытта жұмыстан шаршап келеді ғой. Ол кісі ауылдық жерде тұрады. Мен ол кісіге айттым, тогда сіз музыканы қосып, келе жатқан қандай кісі алдыңыздан шығады, сол кісіге көңіл күй сыйлап, бір би билеуіңіз керек деп тапсырма бергем. Енді позитивті түрде. Бірақ ол кісі деген, мен жасай алмаймын, мен ондайды білмеймін, мен істей алмаймын, мен адамдармен ондай білмеймін қалай болатын деп, сонымен ол кісі сол жерден ойынды тоқтатты. Жеңілді деген сөз ол. Иә, сонымен сөйтіп, мен лучше жеңіле саламын, мен ондай орындамаймын деп. Мен болсам, сразу 1 минутта атып шығып сөйтіп билей салатын едім. Адамға көңіл күйсін. Иә. Ал енді осы TikTok түсіресіз ба? Иә, түсірем. Енді сол ең мынау түсіре алмай қиналған TikToktарыңыз болды ма ортасында, мысалға қайта өшіріп, қосып, әлде бір түсіргеннен сразу түсіріп салып қоясыз ба? Жоқ, біз TikTok түсірдік, мамамыз екеуміз, енем екеуміз. Жазды күні бір тренд болды ғой, киім хоп өткізгенде ауыса салатын. Сол трендті түсіреміз деп, ой, бір сағаттай есіктің алдында жүрдік қой. То бала келеді, то ана штативті көтеріп алып кетеді, то мама кешіп қалады, то мен мамаға қарап қалам. Әйтеуір сөйтіп 1 сағат жүріп, әйтеуір жаңағы трендімізді түсірдік, бірақ енді о жерде енді лайк өте көп енді. Содан кейін уже TikTok деген жарылды ғой. Ой, тамаша. Сонда сол қанша уақыттық видео болды? Секунд? Сол 15 секундтықтың өзін біз 1 сағат жүріп, сол кезде әрең түсірдік. Себебі үйде бала шаға болды, қайынсіңлім балалары болды, өзімнің балам айтып тұрмын, штативті алып кетеді, то штативті дірілдетіп жібереді, әйтеуір сөйтіп жүріп түсірдік. Бірақ мен анда-санда мамамен не түсірем, TikTok түсірем. Именно сол TikTok'ты Instagram парақшама салсам да, TikTok'тан да өте лайкты да көп жинайды, комментарийді да көп жинайды. Жақсы, иә. Реакциясы жақсы өзің аудиторияның. Иә. И сториста да ол кісіні көп көрсетсем, оқырмандарым соны көріп, жазып, тілек жазып, сөйтіп жатады.
Тамаша. Ә, Ал енді бартер көп қазір ұсыныстар түсе ма бартерға? Көбінесе неге бартер көп ә, түседі? Мысалға тамаққа түсіп жатады кейбір кісілерге, кейбіреулерге бір киімге түсіп жатады. Әйгерім, қатып қалдым. онлайн табыс деп. Енді ше, онлайн табысқа сетевой маркетингтарға көп түседі. Аха. Енді ше, сетевой маркетингтарға Ага, жақсы. жаңағы Фейсбук, Flame дегендерімізге соларға көп түседі. Бірақ негізі мен оны көп ала бермеймін. Мен ол кісінің бірінші парақшасын сұраймын, өзінің сол жұмыс жасап жатқан парақшасында қандай оның несі, жұмыс жүргізіп жатқан сапасы қандай, деңгейі қандай, соны қарап, маған хоть 10 000 теңге төлесін, менің немнен рекламный ценамнан больше төлесе де, мен бірінші ол кісінің аудиторияларын, жаңағы реакциялары, оқырмандары соларына қарап, сосын кейін барып мен оны жасаймын. Көбінесе мен өзімнің оқырмандарым арасынан да фейберликпен де басқа менде айналысатындар бар, сондықтан мен оны желательно жасамаймын. Себебі не істеймін, ондай адамдар өздері жұмыс жасап отқандар бар. Мен бірінші реклама жасамас бұрын маған ұсыныс түссе, мен опрос тастаймын. Егер қызық болса, мен уже оны реклама жасаймын, бартер жасаймын. А былай бет албатты алып желательно ақша тауып қалудың амалы бір тиын болса да түсе берсін деп мен ондай жасамаймын. Әрине, ол да себебі оқырманға да сенімі ғой. Иә, оқырманға да құрмет болу керек та, көрінген нәрсені сала бермей. Әрине, иә. Қой. Аха. Иә, сондықтан сол. Мектеп уақытысында қандай бала болдың сен? Мектеп, осы кішкентай кезіңде бұзық болдың ба? Момын болдың ба? Мен садикке бармадым. Сол ата-апамның садигында болдым. Ал мектеп уақытысында өте біз сондай өте бір белсенді сынып болдық та, бірімізден біріміз озып тұратын оқушылар болдық. Білмеймін, именно отборный сондай болды ма бізде, или сол жылғылар сондай болды ма. Біздің сынып всегда алдыда тұратын. Бас жүлде не бас жүлде, не бірінші орын біздікі болатын. Оны алмасақ, біздің уже мұғалімдеріміз де, басқа да, уже ата-анамыздың да кішкене көңілдері қалады да, сол үшін біз сол бірінші орынмен бас жүлдені алуға тырысатын болатынбыз. Оның үстіне біздің жаңағы мектеп кездегі апайымыз біздің ненің бір көшеде тұрдық та, и таңертең кетеміз мектепке, кешкісін қайтып келеміз ғой. Үйде мен ештеңке істемейтінмін мектеп кезіндегі уақытта. Тек қана мектеп, қосымша сабақ, қосымша биге баратын би кругына, оған барам, сонымен уақытым бәрі сол жақпен өтті. Бірақ Аллаға шүкір, соның арқасында қазір енді осындай шапшаң не болып өстім бекен деп ойлаймын. Пысық, етің піскен, сондай, иә, шустрый келін болып отырсың соның арқасында, иә? Бірақ сол мектеп кезіндегі биге барғандың арқасында бір өкінетін нем бар, жайт бар. Себебі колледжда тоже биге қатыстым, қосымша колледж оқып жүрген кезде. И үлкен ағам машина алып, соны машинасын деп қуанышымен жаңағы біз негізі Абай оправдыда не бар бізде, Family Park деген бар Алматыда. Сол жаққа выступать етуіміз керек болған. Кәдімгідей қазақша би алып шығуымыз керек болған. Одан кейін тағы восточный би 2 номеріміз болған. Сол группаның қыздарымен дайындалып, жаңағы колледждің танцевальный группаларымен. И мен үндемей түндемей ешкімге айтпаймын, мен сұрансам жібермей қояды деп, ауылға кетіп қалам ғой, Бақанасқа. Кетіп қалам, сонымен 2 күннен кейін телефонымды өшіріп тастаймын. Сонымен 2 күннен кейін келем, маған сен отчислениеға кеттің дейді ғой. Мен грантта оқитынмын. Өз күшіммен түскем сол грантқа тест тапсырып. Сен отчислениеға кеттің, себебі сен жаңағы колледждің атына кір келтірдің, сен үшін номер шықпай қалды деп. Таңертең 8-ден кураторым ұрсып, содан 11-ге дейін жиналыс болып, как положено, мені ортаға алып, директор завуч 3-ші курста ғой, 3 жыл бойы ондай атым шықпаған, тек жақсы жағынан шығып, бірақ мәртеде фук өткізіп бәрін лақтырып, сөйтіп кетіп. Неге олай шыққың келмеді ма? Неге кетіп қалдың? Білмеймін мен. Именно сол моментте менде ответственность деген бірінші орында ше. Бір сағат 8-дегі дүниеге мен сағат
жетіде барып алып отыруым мүмкін. Ал именно сол моментте мен жаңағы енді ағам машина ауылға айдап барады, бәрі соны ой қошеметтейді, сол неден сәтте қалып қалмайын деп білмеймін, әйтеуір қандай ойым болды, айтпай үндемей кетіп қалып сондай нәрсе болған. Бірақ енді ол өйтіп қатты жазаланбадым, себебі сабағым бәрі жақсы болғаннан кейін маған бір кешірім беріп, сонымен қайтадан сол колледжда қалдым. Жоқ, ештеңе жасамады, тек қана мен арқылы басқаға да нетсін, сабақ алсын деп мені қорқытты да қатты. Кәдімгідей анық болған екен да саған деген. Иә, прям мен түсіп қалдым да под пуля, оқтың несіне мен түсіп қалдым. Сонымен ал енді осы уақытқа дейін жолдасыңа пранк жасап көрдің ба, әлде бір ойыңда болды ма, пранк жасасам, осы бір парақшама бір кішкене лайк қосылар ма еді деген ой болды ма? Пранк жасадым. Кстати, батылдың кезінде де ол кісіге пранк жасағанмын. Маған айтты да, енді 2 жұмыртқаны жаруыңыз керек жолдасыңызға. Қалай болса да, әйтеуір жаруыңыз керек деп. Сонымен деген ол кісі барып, ваннаға кіріп, аяғын жуып отқанда жайлап бардым да, мен сені жақсы көрем ғой, енді осы уақытқа дейін істеген нелерім болса кешіріңізші деп айтып тұрып, шекесінен бетіне былш еткізіп жұмыртқаны жарып ваннадан сөйтіп ол кісі әйтеуір түсінді, мен екен, потому что жайлап телефонды алып келгенімді байқап қойыпты да, біліп тұр ғой, енді мен сол видео түсірейін деп тұрмын екен деп байқап қойыпты, үндемеді, реакция ешқандай несі болмады қатты. Сонымен екінші жұмыртқаны жару керек енді. Сонымен ол кісі келіп раковинаға қолын жуып тұрған кезде абок десем, ал деп қарап қалды, екінші тағы да бетіне сарт еткізіп жұмыртқаны жарып үлгерді. Ол кісі айсалды ма? Иә, ол кісі өте сабырлы кісі. Ашуға берілген жоқ? Жоқ, ол кісінің ашуға берілуі ол өте енді қалай айтсам екен, анау мынауға көп ашулана бермейді, иә. Өте сабырлы, сондай момын кісі. Көп ондай маған өйтіп нете бермейді, ограничение қойып, ондай емес. Бекерден бекер сөйлей бермейді дейсіз ғой? Иә, сондай сөйлеп, ондай көрінген нәрсеге айтып деген ондай жоқ. Сөйтпе, бүйтпе деген әңгімелер жоқ. Тыйымдар қоймайды. Қызғанбайды ма? Парақшаға мысалға салған кезде қызғанып? Жоқ, парақшаға ол кісі маған айтқан, тек қана енді келіскендей болсын бәрі. Ондай ашық, шашық, видео, анау, мынау деген ондай болмасын. Даже тиктоктан андай парный видеолар түсірме деп, сондайларды мысалы айтты. Енді мен парақшам өзі келін парақшасы болғандықтан, енді мен ондайға сала алмайтыным, ол естественно, ол айдан анық нәрсе. Бірақ енді бүйтіп көшеге шығып нетсең енді қызғанады. Ашық шашық киініп көрмедің бе осы уақытқа дейін? Жас кезінде болсын, тұрмысқа шыққаннан кейін болсын? Жас кезінде кидім, потом келін болып түсіп, балалы болғанға дейін, аяғым ауырға дейін кішкене қысқалау не киіп жүрдім. Уже балалы болғаннан кейін, уже күткеннен кейін бала болады, уже тоқтата бастадым. Потому что өзіңе де уже непривычно болады. Не айтып отырсыңдар дейді, бізде тікелей эфир, біздің бағдарлама, жаңа лайв сұхбат, осындай келіндерге арналған, өздерінің оқырмандарына арналған, блогерлерді жақынырақ тану мақсатында ашылған бағдарлама. Бізде қазір қонақта Айгерім ханым, блогер, келіндік парақшасы бар, Айгера келін деген парақшасы бар. Сол кісілердің оқырмандарына арналған тікелей эфир болып жатыр, өте қызық сырласу болып жатыр, маған ұнап отыр. Тілектеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Ал енді осы блогерлікті бастауға бір жас, қазір енді сіңілілерің болсын, інілерің болсын, бастағысы келіп жүрген блогерлар көп қой енді. Соларға 3 кеңес, қандай кеңес берер едің? Прям вот басталсы, күшті осылай кетеді, осылай жасасаң деген. Ең бірінші, чтобы сразу прям от болатындай жақсы бір СММ маманнан сабақ алу керек деп ойлаймын. Ол өзімнен өткенімді айтайын еді. Екіншісіден, еш нәрседен ұялмау керек. Себебі
видеоға да жаңағы кейбіреу сторис түсіруге де ұялатындар бар. Еш нәрседен ұялмау керек. Блогер болам деп бағытты таңдады ма, СММ маманы жақсы мамандықтан оқу керек, маманнан ұялмау керек, және де қаражат құю керек. Қаражат құюға да дайын болу керек. Себебі қаражатты да шығарып ала аласың, иә, сосын? Иә, міндетті түрде. Мен мысалға қанша СММ мамандарынан, мысалы, майда енді басталып кеткен СММ мамандарынан оқып, одно и то же оқимын, бірақ білмеймін. Қолдана алмаймын да. Сонымен сөйтіп келіп, Жұлдыз Ақболат деген кісі бар ғой, блогер кісі, мықты. Сол кісінің шәкіртінен сабақ алдым. Ештеңке қаражатқа қарамай, ақшасына. Сол кісіден сабақ алдым СММ туралы. Қазір тұй бәрі жақсы жүргізіліп келе жатыр. Ұялмау керек деген себебім, қандай видео болсын, батылға шақырып қалса да, сторисқа да, мысалға, кешке дейін бір картинка, видеолар сала берген көрі, адамдар сенің, мысалға, жан жағындағы адамдар, сен күнделікті үйіңді қандай, сен өзің қандайсың, бүгінгі түрің қандай, ертең қандай болады, мысалы, сомен қызықта адамдарға. Мен мысалға бұрын өзімді салмайтынмын. Мен бұрын жасап жатқан, далада істеп жатқан тіршілігімді, үйде пісірейін деп жатқан затымды сондай салатынмын. Ал ол кезде менде охват төмен болды. Одан кейін барып мен өзімді сала бастадым, үйімді сала бастадым, комнаталарымызды, ас бөлмемізді, шторымыз қандай, телевизорымыз қандай сала бастадық, уже адамдарға қызық. Себебі өзімде мысалы адамдар өте бір любопытный болады ғой, сондай бір байқап қояды, мына кезде мынандай істедің, енді неге мына жерде былай істеп тұрсың, айтқаның бөлек, істегенің бөлек деп, мысалға жаңағыдай негативный пікірлер жазып жатқан кезде жауап бересің ба? Көбінесе болады ғой, көңілге бір тиіп кететін пікірлер болады, прям вот сені танитын сияқты, сені білетін сияқты жазып алады дағы, прям или обратная связь күте ма, вот мен түсінбеймін сондай кісілерді. Жазады прям вот оқ сияқты жібереді да, өздері отырады, және де сенің каждый бір, сенің өзіңнің қандай адам екеніңді білмеуі мүмкін да ол адам, бірақ сол білетін адам сияқты қылып, сен деп тұрып жазатындар бар ма? Және оған өзіңнің реакцияң қандай? Жауап бересің ба? Ондай адамдар бар. Бұрын мен мысалы тоже бір-екі емес, даже больше блогерларға тоже тіркеліп, солардың өмірін қарап, қызықтап жүрдік қой, енді солай келдік қой, бәрімізде оны жасырып неміз бар. Сол кезде мысалға мен қарайтын, осы негатив пікірлерді не үшін, олар да шығарады ғой, енді иногда шаршап кеткенде осындай пікір келді, енді зачем деген сияқты. Осыларға көңіл бөліп нелер бар, жүре бермей ма, и так та өмірлері бәрі жақсы ғой деп, мысалы, сөйтіп ойлағам мен. Ал қазір өзіме сөйтіп дайректке де, комментарийға да сөйтіп негатив келген кезде, енді тимейді емес, тиіп кетеді иногда ше. Тиеді жүрегіңе. Кәдімгідей бір жарты сағат, бір сағаттай өз-өзіңе келе алмай, неге үйтіп жазды екен, мен ондай жаман нәрсе көрсеткен жоқ едім ғой деп ше. Не жаздым мен ол адамға деп па, не жаздым деп? Мысалы, ұзақ уақыт болған жоқ, бүгін мысалға, кешегі салған постыма, бүгін пікір келді. Маған жазды да, сен орамалсыз, енеңді құрметтемейсің, енең қасында орамалмен тұр, ал сен орамалсыз деген сияқты, типа, енді ұятсыз деген сияқты келтіріп жазды да. Жарайды дедім, оған үндеген жоқпын. Жарайды, ладно, мені білетін адам біледі мен не үшін орамал тақпайтынымды дедім да, қоя салдым. Жауапта жазған жоқпын. Қана сол кісінің комментарийіне жүрек бастым да, қоя салдым. Одан кейін бір үлкен бір апай кісі екен, енді өзінің суреттері ештеңкесі жоқ, как-то закрытый аккаунт сияқты, сол кісіден жазыпты. Қазіргі әжелеріміз осындай видео түсіретін болса, келер ұрпақ қандай болады деп. Мысалы, біздің видеода біз енеміз екенбіз, ашылып, шашылып, киініп, ондай ештеңке жоқ. Әшейін тек қана би. Мен биімді ол кісі қайталау керек. Ол кісі мен сияқты билеп тұрған жоқ. Әшейін қарапайым движение. Просто біз көңіл күйіміз кеше жақсы болғандықтан соны, мам, давайте осы видеоны түсірейік. Елдің бәрі осы видеоны енелерімен, папаларымен түсіріп жатыр екен деп, ол кісі жарайды түсірсек түсірейік деді, и бардық түсіре салды. Ол керісінше тамаша емес па, иә, келін мен ененің арасындағы бір татулықтың белгісі, иә, мысалға. Енді прям 100% оқырмандар жазған, енеңізбен вот тату екеніңіз көрініп тұр, енеңіз прям сізді поддерживает, қандай жақсы, енеме көп тілектер келген да.
ал бірақ енді арасында болады. Конечно, олсыз да болмайды емес, ол болу керек нәрсе ғой. Табиғи нәрсе біздің біздің вообще осы қазақ болсын, орыс болсын табиғи дүние ғой ол. Бір жерде болмасын, бір жерде болады, негативсіз Мен өмір. өзімнің мамам негізі ондай Инстаграм не дегенді түсінбейтін. Ағамның парақшасынан, оказывается, ағам көрсетеді екен. Айгерім бүгін мынандай видео салды. Айгерім бүгін мынандай сторис түсіріпті. Баламызды Джони дейміз ғой. Джониді мынандай қылып жасапты деп. Сонымен ертеңде мама звондайды, или 2 күннің бірінде мама звондайды. Сен ананы сөйтіпсің ғой, мынаны бүйтіпсің ғой. Мамамыз қатал біздің. Біздің әкеміз жұмсақ болды да, мамамыз қатал болды. Енді қазір сонда сенің блогер болғаныңа кішкене қарсылығы бар ғой сонда, Ол кісінің қарсылығы баланы көрсетпе дейді. Все равно адамның телефонның ар жағынан болса да тіл көз деген бар деп. А мен стористарымда көп түседі балам. Потому что мен өзім түсейін деп жатсам да, бұл қасымда, міне қазірдің өзінде де міне қасымда ғой, солай. Ол кісі айтады, көп көрсетпе, көп түсіре берме оны. Жарайды, өзің түсіре бер, басқаны түсіре бер, бірақ баланы көп түсірме деп. Ол кісілер сондай да енді. Көз тиеді, не дегенді қатты. Сонда. Соған қарсы ол кісі. Бірақ мен сонда да түсіре берем енді. Көре берсін. Қазірден бастап бұл да үйренсін дейміз. Ал енді әйел адамға, мынау үйде отырған әйел адамдарға, мына үйдің плитасына кіріп кетіп, мысалға, өзіне қарамай кетіп, бір болады ғой, мынау бір анекдот бар ғой, бір әйелдің үйіне қонақ келсе, жаңағы үй тап-тинақтай дейді, даласы да тап-тинақтай дейді, түкіретін еш жер қалмапты сенің бетіңнен басқа деген сияқты өзіне қарамай кететін әйелдер бар. Вот сондай әйелдерге бір кеңесің бар ма? Қандай бір кітап оқы дейсің ба, әлде не знаю, бір өзі тамақ жаса дейсің ба, сондай бір қандай емі бар бұл нәрсенің? Мысалға, әйел адамдар қазір көп солай ғой, үйдің несіне кіріп кетеді дағы, өзіне қарауды ұмыт болып кетеді. Жоқ, мен бір кітап оқы. Бетіңе қарайтын секілдісің, көрініп тұр, көрініп ақ. Ондай кітап оқы, не деп айтпаймын, өйткені мен өзімде ондайға о жағынан прям кітап оқып, бір нетіп атқан жоқпын, себебі оған қазірше уақытым аздау. Сондықтан мен айтар едім, бірінші, самый главный, чтобы сізді жақсы көріп, сіздің қасыңыздағы адамдар сізге тамсанып қарайтындай, өзіңді сүю керек деп ойлаймын. Егер ол жердегі кісілердің арасында сондай нәрсе болса, маған дайректке жазсаңыздар болады, мен сіздерге көмектесуге дайынмын. Өзіңді сүю керек, сені басқа сыйлау үшін өзіңді сыйлата білу керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін хотя бы кейбіреулер айтады, қойшы, бүгін пятница ғой, ертең воскресенье басымды банядан жуа салам деп. Жоқ, ерінбеңіз, бір 10 минуттық уақытты бөліп, басымды жуып, кептіре салсаң, ештеңең кетпейді мысалға. Таңертең тұрдың ба? Демлеп бетіңді, хотя бы тек керемет, без батпан деп айтпай-ақ қояйын енді. Слегка әдемілеп боянып алып, адам қарағанда көзі тоятындай болу керек. Ал мені осы жақтан көбінесе әкем маған көп солай айтатын. Доча, сен өз-өзіңе қарап жүр, ертең саған біреу қарау үшін, ананың қызы екен мынау деп айтатындай, сен бәрін жаса, өзіңнен аянба, кейін жоқ болса айт деп. Біз даже бір уақыттарда екеуміз Алматыда квартирада тұрғанбыз. Мен туысқандармен тұрып шаршап кетіп, енді туысқанның жағдайы бәріне белгілі ғой. Сонымен әке келіп, мен қасында 2 жыл менімен бірге квартирада тұрып, ағамдарды, маманы бәрін ауылға тастап, мен 2 жыл квартирада Алматыда тұрып, мен пока өзім аяғыма тұрып алғанша, жұмысқа ілініп алғанша, ол кісі сөйткен. Сонымен маған айтатын, доча, косметика не алам дейсің ба, ал ақшаңа. Киінем дейсің ба, кейін ақшаңа. Мен жұмыс істеп жатыр, мен ақшам екеуміздің продуктымызға ауылға жіберуге жетеді деп. Тырнағымды жасат. Кірпік жасатып жүретім ғой, тоже кірпіктерім бір кішкене бөлініп уже 1-2 тал қалса, неге сен бармағансың, бармайсың ба, жасатпайсың ба, не нау тырнағың осы кетіпті ғой, неге жасатпайсың деп сөйтіп жүретін. Ал кейін уже мен тұрмысқа... Ол кісі прям о жағынан сондай поддержканы күшті беретін ғой.
кейін уже мен тұрмысқа шығатын кезде ол кісі уже переживать етіп сөйтіп жүрген кезде ол кісі маған айтты, доча, сен ертең баратын болсаң, маған бірінші сөз бер, өзіңе қарап жүресің, қалай сен осы жақта жүрдің, солай ол жақта да жүресің. Боянып, енді күнде кешке дейін боянып алып отыр деп айтпаймын, но өз-өзіңе қарап, ухоженный болып, тырнағыңды жасатып, сөйтіп жүр. Елден қалма. Ертең күні сөз маған келеді деп айтатын ғой ол кісі. Вот сенесіздер ма? Иә. Қандай күшті. Мен Әкем таңғалып отырмын әкенің сондай болғанына. Қандай керемет. Иә. Мен қазір уже біздің үйдегілерді үйреніп алдым. Иә, үйдегілерді үйреніп алдым уже. Мен ауылға барамын деген кезде енем айтады ғой, Әйгерім, тырнағыңды жасатып алдың ба? Может, базарға барып келесің, екі күн новый киім сатып аларсың деп. Или ол кісілер келетін болса, Әйгерім, барып новый халат алып келші деп. Иә, новый халат сатып әкелші. Новый братья сатып алып келші. Мен айтамын, мама, бар ғой киім, оның бәрін не істеймін мен үйде, халаттың бәрін жинап, оларда не жетеді деп сөйтіп айтсам, сөйтсем, коллекция жасайын ба десем, жоқ, үйіндегілер келе жатыр ғой, новый халат киіп жүр, или новый көйлек киіп жүр деп сөйтіп отырады. Бұл жақта уже үйреніп кетті соған. Қандай күшті. Керемет. Сонда әкеңмен көбірек сырласасың ғой, сырыңды әкеңмен бөлісесің бе? Иә, мен чем мамаға бүйтіп әңгімемді айтқаннан гөрі, мен білмеймін, мамадан қысылатынмын да. Ондай, мынандай жігітпен таныстым деген әңгімелердің бәрін әке екеуміз тұрғаннан кейін тамақ ішіп отырып, әке маған бұл мынандай жігіт жазды, мен мынандай жігіт таксимен әкеп тастады деп сөйтіп, мен номер сұрады, мен номер бермедім, тамақ шай ішіп отырып айтатынымыз ғой. Бізде сондай қызықтар болды. Енді әкемен сырласқан қыз, әкемен сырласқан қыз. Одан кейін тағы бір айтып кететін момент. Менде қатып жатыр ма деймін, сіз мен даусым сізге кешіп барып жатыр ма? Иә, солай болып жатыр. Мен 2011-ден бастап 2016-ға дейін, енді 17-нің жазында мен уже тұрмысқа шығып кеттім да, 2016-ның жазына дейін 5 жыл уақытында мен жазда, получается, мектептен неге шығам, отпускаға шығам, и лагерьде жұмыс істедім. 2,5 ай, 2 ай жаздық детский лагерь, балалар лагерінде жұмыс істедім. Осы Алматы жақта, тоже тау жақта. Мама айтамын, бір жазда, бір отпускада демалмағанмын ғой деп. Сосын сол лагерь ала қалап 2015-те бұлар Турциядан не ұтып алды, тендер ұтып алды, Турциядан барып, сол жаққа Қазақстанның балаларын қабылдап, сол жақта біз жаңағы лагерь жасадық, получается, біздің жаңағы директорымыз, старший воспитательдарымыз солай. И сонымен мен де баратын болдым. 100 жаңағы студент, нелер, жаңағы неден Жүргеновтан балалар келді, солардан 35 неден өтіп, кастингтан өтіп, 35 адам баратын болды, ішінде мен де болдым. Сонымен енді үйге келдім. Мен кастингке, просто лагерьдағылар жиналып жатыр деп бардым да, кастингке баратырмын деп айтқан жоқпын үйдегілерге. Потому что мен уже немді старший воспитатель бәрін таниды да, қасымдағылардың бәрін үйдегілер. Жарайды, барып кел, бір күнге барамыз деді. Жарайды, барып кел, аман есен барып кел деп сөйтті. Сонымен кеттік, кастингтан өттік, бәрі жақсы, ертеңде қайтып келдік. Әкеге айттым, әке, мен өстіп жазда бұйыртса неге Турцияға кетем. Маған билет жасату керек, загранпаспорт дедім. Сөйтсем, деп тұрды, ладно, доча, қанша уақытқа барасың деді. Сонымен осындай, білмеймін енді, 1 ай ма, 2 ай ма, енді көреміз, бара көреміз деп сөйттім. Сонымен әке, жарайды, енді уақытында көрейік, пока үйдегілерге ештеңке демек кішкене жақындасын деді. Бұл бізде майда болды. Жаңағы неміз кастингіміз. Сонымен июньде бірінші поток кетті, июльде біз кететін болдық. Үйдегілерге, мамаға, жаңағы үлкен ағама айтсам, жоқ, бармайсың, сен ояқта бір нәрсе болып қалса, ертең Құдай сақтасын, жалғыз ортада қыз не ақшаң жетпей жатыр ма, жұмыс істеп. Бәрі мен Турцияға баратын болдым ба деп. Үйдегілер үшін бір сөзбен айтқанда қарсы болды, 100%. Мен тек қана үйдегілерді жылап қана женем да, басқа жол жоқ. Жатып алып, жылап, 2 күн жылап. Үлкен ағам айтты, Әйгерім, басқа жаққа барам десең, бар жұмысқа, пожалуйста, мен сені жіберемін деді. Бірақ Турцияға емес деді. Шетелге. Иә, шетелге емес, потому что шетелде өмір қандай екенін, не болатынын, сен телефон дұрыс ұстамайды ол жақта, через WhatsApp қана.
аш боласың ба тоқ боласың ба біз білмейміз, тем более лагерь ол бірінші жылы только бара жатыр деп сөйтіп сенбеді да, енді қорықты. Сонымен әке бір күні жұмыстан келсем, әке тұрды да айтты: доча, мынаны загранпаспорт жасат, мына ақшаға болды, барасың сен, үйдегілерге өзім жауап беремін деді. И ладно, бопты деп сонымен атып түсіп, багажды жинап, загран жасатып қойдық. Андай бір апталық ақша төлеп тез досрочно жасаттық та енді, потому что мен бармаймын деп уже аяқтағылар бәріне айтып, загранға отказ жасап жасатпаймын деп уже жатқан адаммын ғой. Ол кісі келіп ақшасын алды, барды платный түрде бір апталық досрочно жасат, барасың сен, қалмайсың елден. Неге олар баратқан кезде менің қызым бармайды деді. Сонымен жиналдық та бір аптаның ішінде заграм келді, уже екінші поток біз кететін болдық. Сонымен кететін күні уже багажбен әкекеміз квартирадан шығып келе жатыр ғой, үйдегілерге звондады: мен қазір бұйыртса через Бішкек Турцияға ұшамын, кешкі сағат 7-де. Давайте сау болыңдар, через WhatsApp сөйлесеміз дедік. Сонымен маманың ана жақта давлениесі көтерілген, ағам әкеге ренжіген, сіз неге жіберіп жатсыз деп. Сонымен мен ойымда ештеңе жоқ, біз Бішкекке кеттік, Бішкектен Турцияға, Анталияға ұшып кеттік. Сонымен кейін уже WhatsApp-тан жазсам, ағам уже нормально сөйлесті. Сонымен 2,5 ай сол жақта Турцияда жұмыс істеп келдім. Ой, қандай күшті естеліктің бірі болып қалған зато, иә? Қандай күшті, тамаша. Өте күшті, прям мен таңғалып отырмын. Ондай әкелердің барына таңғалып отырмын. Негізі әкелер в основном қатал болады. Мен өзімнің әкем мысалға ешқайда жібермейтін. 11 сынып бітіргенше не вечер, не дискотека, вот ешқайда жібермей өстім. Қазір өзім күйеуім тура сондай. Продолжение следует менде. Сондай, қазір енді зато сен тұрмысқа шықпай бәрін көрдің, шетелді көріп келдің, қандай тамаша. Тұрмысқа шыққаннан кейін уже әрине күйеу деген жібермейді. Қандай күшті естеліктердің бірі болып қалған, иә? Ал енді негізі осы анамен сырласқан қыз бөлек дейді, әкемен сырласқан қыз бөлек дейді. Яғни анамен сөйлескен қыз кішкене щепетильный, әр нәрсеге бір килігіп, сондай бір да, сондай болады екен да, бүйтіп шұқып отыратын. Ал әкемен сырласқан қыздың сыры бөлек. Неге? Себебі ер кісілер тоқ етерін айтады бір сөзбен. Кесіп айтады ғой, мысалға көп сөйлей бермей, мылжыңдап. Иә, кесіп айтады. Сенің мінезің сондай ма қазір, енді әкеңмен сырлас болған екенсің? Мен мысалы сондаймын. Мен сондаймын. Мен қалай бар, солай айта саламын. Мысалы қазір атам, енем бар ғой, ол кісілердің тараптарынан енді мысалы тоже жоқ, былай істейміз десе, маған егер ұнамай тұрса, жарайды деп мен отырмаймын. Неге олай? Давайте былай істей салайық. Былай істесе де болады ғой деп. Мысалы мен өз ойымды, зато әкемнің арқасында мен анық жеткізе алдым. Иә. Не ойлап тұр? Мысалға, жоқ, ол кісілердің тарапынан бір қате кетіп бара жатса, мен айтамын, жоқ, негізі олай болмаған, ол былай болды деп, мысалы, еркін түрде айта аламын. Мен мысалы қазір әкеме рахмет айтамын, что ол кісімен мен ашық түрде сөйлескеннің арқасында ол кісі как есть солай айтады, и мен де тура сондай болып кеткенмін ғой. Ренжітіп алам ба адамды? 5 минуттан кейін барам да өзім, кешірші болды, мен енді білесің ғой, мен сондаймын, бетіңе айта салам, ренжімеші енді. Как есть солай деп мысалға. Қайтадан өзім кешірім сұрап жүре беремін. Андай сосын кейін мен әкем де осындай болды андай. Сақтамайтын да. Кек сақтамайтын мен әкем тоже. Біреу бір нәрсе істеп кетті ма, жарайды қойшы, енді солай істеу керек болып тұрған ғой, Алла жазған ғой деп жүре беретін. Мен де қазір сондаймын. Болыпты енді солай болу керек болған ғой, енді қайтем енді. Жарайды енді кешірдім енді, болыпты. Енді осыдан кейін болмасын енді солай деймін да, жүре беремін. Адамға кек сақтағым келмейді. Оның бір жағы жерінен өзінің жолында жабылады, елдің уже көз қарасы да өзгереді. Ол зачем? Біреу оны әдейі істесе де кешіріп қоя салу керек. Бір Алланың өзі сыншыл бәріне. Әрине. Ол енді күшті екен. Мысалға, достардың, сырластардың арасында болады ғой, бір көңіліне, бір көріп тұрасың, бір жақпайды сол бір ісі да, сонда бір бетіне айта салып, не қып тұрсың деген секілді айта саласың ба әлде қойшы деп, или болмаса айтқаннан кейін өкініп қалған кездерің болды ма, Құдай нем бар еді айт деген секілді? Мен осы тура сіз айтқандай айтып кері кездерде бір болған момент, неге айттым осы, менше тұрып бір
тілімді кішкене тістеп тұра алмаймын ғой осы жерде тура ту деп әке сіздің осы бір мінезіңіз тура жұғып кеткенін ай деймін ғой ше. Міне мен әпкем жазып жатыр, ыстылар солай ғой дейді. Анандай блин бекер айтып қой, не үшін айттым екен деп өкінетін кезім болады енді, жасырмаймын оны, рас. Потому что мен ұнамай тұрма, мен ұнамайды деп айта саламын. Даже біреу киім алуға тұшпар керек дей ма, өзіне анау ұнап тұрады ғой енді, туымда маған ұнап тұр, жарасып тұр ғой деймін, я қалай десе. Жараспай тұрса мен айтамын, жараспай тұр, жүр басқасын көрейік. Может басқа вариантта іздеп көрейік деп. Ұнамай тұрма, оның көңіліне қарамаймын ұнап тұрса да. Жоқ деп айтамын да, жүр деймін. Ол жағы күшті екен енді. Әрине ондай ашық болған тамаша. Көбінесе өкінемін сол қылығыма. Потому что кейбір адамдар мысалы дұрыс қабылдайды, кейбіреулер мысалы жаман қабылдап қалады, негативный түрде, типа қызғанып тұрған шығар, мүмкін деген сияқты ой қалыптасады. Ше адамдар енді сан түрлі болғаннан кейін олардың ойлары да сан түрлі ғой. Сондықтан енді көп жағдайда сол моментке келгенде сол нетіп қалады, өкініп қалатыным бар енді. Даже было момент, жақсы араласқан подружкаммен сондай қылығым үшін бір жарым жыл екеуміз араласпай кеткенбіз. Араласпай кетіп, сосын кейін барып қайтадан татуласып, сонымен енді қазір жақсы, Аллаға шүкір, араласып жүрміз. Негізі бірақ ондай болғанда жақсы деп ойлаймын бір шетінен, мысалға артынан сөйлеп, бір бетіне айта алмай, сондай ғой мен деп мысалға, ондай әңгіме көп қой. Зато сен бетіне айта саласың, ешқандай ешкімнен ұялмайсың, өзіне айттың, сыртынан сөйлеген жоқсың деген секілді, ол да жақсы қасиеттердің бірі ғой негізі. Даже біреумен ренжісіп қалсаң да ішіндегін айтып саласың да, зато ішінде қалып, оны уайымдап, жүрегіңді ауыртып, лишний нервтарыңды құртып, жеке жүйеңді қашқанша, лучше айт та, кетіп қалды, 5 минуттан кейін келді, кешірім сұрайсың. Бәрі сонымен наладится десең. Ал енді өмірде бір күшті сыйлық алып көрген бе едің, бір саған бағалы, бір сол бір сәттерді еске алатын кезеңдер, мысалға бір сондай бағалы зат өзіңе сыйға алып көрген бе едің? Мен өзіме самый ыстық затым, мен студент болып жүргенде стипендиямды жинап 21:00 деген біз екінші курс оқып жүрген кезде, это 2009-2010-да 21:00 деген кнопочный телефон шыққан. Соны 11.900 теңгеге бағасына дейін білем әлі. 11.900 теңгеге сол телефонды алған кезде бақыттан басым айналған. Өте ыстық сол телефоным ше қазір. Даже анау цвет, түсі, о жерде болған номерім, барлығым білем да, барлығы маған ыстық қой. Себебі мен оны стипендиямды жинап, жүріп алғам да өзіме. Ең алғашқы стипендиядан прям көзге көрінетін сыйлығым. Одан кейін қатты бір өзіме ұнайтын сәт. Жоқ, ол телефонымды өкінішке орай 3 жылдан кейін ба сол ұрлатып алдым. Бірақ әлі күнге дейін жүрегімде ол зат. Өкінішті. Тағы да бір сыйыңыз жайлы айтайын деген едіңіз? Одан кейін сол 3-ші курста бізде практика болды, мектепте практика жасап барып жүрдік. Практикаға сол кезде бір оқушыны мен қосымша сабақ алып оқыттым. Өзім практика, сабақ, документация болған өзінде де арасында жаңағы балаға барып сабақ оқыттым. Сол ақшамды жинап, и сол моментте тоже Асель печка деген мода болатын. Қып-қызыл, неше түрлісі. Соны еще март айында болды бізде практикада. Оны мен мамама сол Асель печканы алып 9000 теңгеге. Ол кезде де сол тек қана чисто жаңа оқушының ақшасын жинап 9000 теңгеге сол Асель печканы 8 мартына апарып берген мамамның. И сол немде әлі күнге дейін оларда бар да ол печка. И барған сайын көзіме прям оттай болып басылады ғой, бір бриллиант сыйлағандай вообще. Сонда ақшаны жинай аласың, соған қарағанда ақшаны жинай аласың. Жинай аласың, жинай алам. Шашатындай шашам, жинайтын. Егер жинауым керек болса, өзіме қойсам, тогда жинаймын. Егер пока особо ештеңе керек емес болса, ақшаны қалай келді, солай шашам. Потому что мен ойлаймын, қалай ақша кетеді, и солай келеді деп ойлаймын.
Енді қазір үйде өзің сол ұстайсың ба, ақшаны жолдасың ба? общий тұрады. Общий. Аха. Ол кісі де Жанұя. өзінің қалтасына салып алып, мен керегіңді ал демейді. Мен де өзім қалтама салып алып, мен саған мынаны берем, 2000 теңге берем, 5000 теңге берем демеймін. Общий ортада тұрады. Ол кісі өзінің керегіне жұмсайды, мен өзім керегіме жұмсаймын. Немесе ол кісі Каспий Голдыма аударып қояды белгілі бір сумманы, сол жерден жұмсап жүремін. Бөліп жармаймыз. Бірақ енді қазір блогер болғанның арқасында өз ақшам өзіме болып отыр ғой. Аллаға шүкір. Иә, ол жағы енді тамаша. Енді қазіргі жаңадан түсіп жатырған келіндерге өзіңнің бір 3 керемет кеңесің болса? Ең алғаш жолдасын және сол үйдегі отбасы мүшелерін сыйлай білу керек. Бұл алғашқы айтарым. Себебі неге? Себебі сен қалай сыйласаң, ол үйді құрметтесең, екінші ата-анаңдай көрсең, енді, конечно, ол әке мен шешеңнің орнын баспайды, бірақ сол кісілердей бүйтіп жоғарға көтеріп таудай қылып сыйласаң, ол кісінің де саған деген, келінге деген көзқарасы басқалай болады. Бұл бірінші айтарым. Екінші, үйіңе қандай қонақ келсін, көшедегі жатқан кісі болса да, имам кісі болса да, атағы таудай кісі болса да, барлығын бірдей құрметтеп, бір шәугім шайды күліп жымиған жылы жүзіңмен берген сәт сол әр адамның көңілінде қалады. Осыны айтар едім, екінші кеңесім. Балгермен тең дейсің ғой. Иә. Үшінші кеңесім, енді үшінші кеңеске не айтсам екен? Екі жақтың, жаңағы жігіт жақында, өз жағында, туыс болсын, басқа болсын, жолдас болсын, дос болсын, барлығын теңдей көру керек шығар. Себебі бізде мысалғы үйде қазір енді мақтанғандай болмай қояйын, атамның мысалға аты енді біразға шыққан жақсы кісі, енді ел сыйлай білетін кісі ол кісі. Мен осы жаққа келіп, мен де мысалы бұрын жүргем, ой қойшы, ол деген көшеде жатқан ғой деген сияқты ше, сондай менде болған сәттер, жасырмаймын оны. Ал мен осы үйге келіп, ол адамға да, ана атағы биік кісіге де тең қарауды мысалы үйрендім осы жерден. Атам мен енемнің арқасынан оларды тең көру керек. Ол да бір тұлға, ана кісі де бір жеке тұлға, оны да сыйлай білу керек деген нәрсені үйрендім. Қандай адам болса да сыйлау керек дегенді түсіндім дейсің ғой. Сыйластық самый главный, соны түсіндім. Мына жерде оқырманнан сұрақ келіп жатыр екен. Осы күнге дейін блогерліктен қанша ақша таптыңыз дейді. Енді оны санап отырмайды ғой, енді әр кезде әрқалай. Мейлі, соңғы тапқан ақшаңыз болмаса, соммасы болмаса жаңа сыйлық келген бар ма осы оқырмандардан, болмаса жаңа тапсырыс берген? Жоқ, тек қана сол бартер жасап алған ақшалай нем бар, қаражаттарым бар. Және де енді Алла қаласа алдыңғы бір гифм өтті. Осы жолғы міне қазірде тоже совместный 3 қызбен гиф ұйымдастырып жатырмыз. Бүгін уже хабарланды жасадық, ертең уже старт. Әр нәрсенің өзі несібесімен дейді ғой, енді мен оны мынандай сума таптым, мынандай табасың, сен де сөйтсең, сен де сондай сума табасың деп айта алмаймын. Себебі әркімнің өзінің несібесіне қарай бұйырған, еңбегіңізге қарай жемісіңіз де болады. Сол. Және де біз қазір бір жобаға өзім қатысып жатырмын, келін болғаннан кейін, келін институты деген өте мықты жоба. Айта кетсем, осы жердегі блогер болам деген кісілер болса, қыз келіншектер болса, мысалы құр жатып, біреудің парақшасын қарап, уақытыңызды өткізбей, небәрі бір айға 2000 теңге, бірақ енді керемет болып, енді блогердан кем болмай шығасыздар. Барлығын от-до үйретеді сіздерге. Ал енді оған не істеу керек оқырмандарға? Сол жайын айтып кетсеңіз, қайда жазу керек? Ол жерде жаңағы келін институты деген парақшаны тауып алсаңыздар, сол жердегі админ қыздарға, немесе жазылам десеңіздер, менің жекеме шықсаңыздар, мен сіздерге админ қыздардың номерін беремін. Сол кісілерге жазыласыздар. Бір айға 2000 теңге құны, 30 күн болады. 30 күнге тапсырмалар, сабақтар беріледі. Солардың барлығын үйреніп, парақшаны қалай жүргізу керек, не істеу керек, барлығын үйретеді енді. Жақсы екен, тамаша. Ал қыздар, түртіп алыңыздар, керемет, сіздерге
кеңес беріп кетті Айгерім ханым, сондықтан түртіп отырыңыздар, қажеттеріңізге жарап қалар. Келін институты деген парақша дедіңіз, иә? Қыздар жазып келін алыңыздар. институты деген. Аха. Болды, мінекей сіздерге направление прямое. Сразу блогерлік болу. Аха. Ал енді оқырмандарға бір өзіңнен тілек болса, жылы лебізің болса. Енді менің оқырмандарым, мына жерде сіздің оқырмандарыңыз барлықтарыңызға рахмет, осы жерге ат салысып, қатысып, біздің Жанар ханым шақырған сұхбатқа келіп, ат салысып отқандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, аман есен болыңыздар. Сіздер болмасаңыздар, біз осындай болмас едік. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында, міне, Аллаға шүкір, блогер болып, блогер атанып, жұмыс жасап жатырық, парақша дамытып. Сізге де рахмет, Жанар ханым, өстіп, сыр сұхбатқа шақырып, өзіңізбен танысып жатқаныма. Ең алғаш сізден не келген кезде, сенем ба, сенбеймін ба, мені шақырып жатыр ма точно деген нәрсе болды да. Енді себебі бірінші рет болып жатыр сізбен бірге бұндай сұхбат, прямой эфир. Сондықтан менде өте бір бастапқыда қобалжу болды. Шынымен де маған ба, жоқ шатастым екен деп сондай бір ойлар туып, сосын кейін барып, жоқ, неге мен болмасқа деп, сосын кейін барып сізбен сөйлесіп, рахмет сізге, өстіп мені шақырғаныңызға, менің парақшам сізді қызықтырғанына да өте қуаныштымын. Оның бәрі еңбектің арқасы деп ойлаймын енді. Әрине, сізге үлкен рахмет, бізге өстіп келісіп, сұхбат беруге. Енді қазір мысалға, даже бір 10 мың подписчигі бар қыздарда, енді білмеймін, бұл жұлдыз ауруына жатқызуға бола ма, болмай ма, бірақ жазған уақытта мен әлі сізге рұқсатымды берген жоқпын, мен әлі жауабымды берген жоқпын деп шікірейіп жатқан қыздарда болды. Енді оның жасыратын несі бар, иә? Бірақ енді 100 мың болсын, 50 мың, 60 мың болсын подписчиктері бар келіншектер, мысалға, қарапайым да, жауап берген кезде сондай бір жүрегім жылып, мысалға, саламатсыз ба, осылай сұхбатқа келсесіз ба деген уақытта, әрине деп жазғанда қуанып кетесің, сенде бір адам болған соң, адаммен теңдей болған дұрыс. Халықтан жоғары болып кетсең, әрине сен жерге топ ете қаласың, иә. Сондықтан алғысым шексіз, осылай келісіп сұхбат беруге. Қазір керемет бір жақсы сырласу болды, жанға жылу сырласу болды деп ойлаймын. Ертеңгі күні біздің тікелей эфиріміз YouTube-қа шығатын болады, және біздің парақшада сақтаулы болады. Өзіңіздің оқырмандарыңыз сізді жақын білу үшін осы сұхбатыңызды көрсе, сізді басқа қырынан біледі деген ойдамын. Сондықтан үлкен алғысым шексіз. Көп балалы ана атаныңыз, бақытты болыңыз. Жолдасыңызбен өміріңіздің соңына дейін бірге болыңыздар, қартайып, ата, әже атанып, немерелі, шөберелі болуларыңызды тілеймін. Әрине, ғұмырлы болыңыздар. Өмірге келген балаларыңыз да ғұмырлы болсын деп тілеймін. Аман есен болсын бастысы. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Сондықтан үлкен алғысым шексіз. Сұхбатыңызға өте керемет сырласу болды. Маған өте қатты ұнады, және оқырмандарыңызға да ұнайды деген ниетім бар. Болашақта аты әлемге танылған керемет блогер болыңыз деп тілеймін. Рахмет сізге. Сау саламатта болыңыз. Қайырлы түн сізге. Сау болыңыз. Рахмет сізге де. Аман есен болыңыз. Творчестволық табыс тілеймін. Рахмет, аумин. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Ал құрметті оқырмандар, осымен біздің тікелей эфир аяқталды, соңына жетті. Айгерім ханыммен бір күшті сырласу болды, бір қызықты әңгіме болды, бір дастархан басында сырласқан секілді өзінің бір сырын шертті, иә. Сондықтан да қыздар, блогер болғысы келген қыздар, иә, осы біздің тікелей эфирді қайта-қайталап көрсеңіздер, сіздерге де бір кеңес болып қалар, сіздерге де бір қажетті дүниелер болып қалар, түртіп алсаңыздар болады. Баршаларыңызға қайырлы түн деймін. Алла түн тыныштығын берсін. Баршаларыңызды бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Бақытты болыңыздар, сау саламатта болыңыздар.